Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын донерді жасап көрсетемін. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Каналыма подписка жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай куриный филені алып, соломка етіп жақсылап тураймыз. Дәміне қарай тұзымызды, приправамызды және де томат пен соя қосып жіберсеңіздер болады. Томат пен сояны қоспасаңыздар да, қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Ал мен үнемі қосып істеймін. Табамыз қыздырып, кішкене май құйып, филемізді осылай қуырып аламыз. Жақсылап қуырып, бетін жауып, 15 минутқа астын жай отта қойып қоясыздар. Филеміз дайын болғанша қиярымызды турап алайық. Қиярымызды соломка етіп турап аласыздар. Егер де қызанақтарыңыз өте жұмсақ болса, онда тым майда қылмаңыздар. Ал егер қаттырақ болса, онда майда қылсаңыздар болады. Енді сырымызды осылай чеснокқа арналған теркадан жақсылап өткізіп жібересіздер. Бұл терка болмаса, бұдан да үлкені тіпті теркасыз-ақ турап қойсаңыздар да болады. Ал соусына 2 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез және де 2 ас қасық кетчуптан салып жібересіздер. Донерді жинайтын сәтте қиярымыз бен қызанағымызға тұз сеуіп жібереміз. Енді лавашымызды жайып, соусымызды жағып, дайын болған филемізді салып шығамыз. Қиярымыз бен қызанағымызды салып шығамыз. Үстінен сырымызды сеуіп шығамыз. Кішкене осылай соустарыңызды құйып қойсаңыздар болады. Мен негізі картоп салмаймын, оның орнына чипсы салғанды жақсы көремін. Өздеріңіз білесіздер, картоп салсаңыздар болады, фри салсаңыздар болады. Ал осылай жинап болдым. Менде лавашты қыздыратын өзінің арнайы насадкасы жоқ, сол үшін вафельницаға салып алдым. Ал ендеше ас болсын. Үй жағдайында дайындаған, сатып алғаннан гөрі әлде қайда дәмді болады екен. Сол үшін жасап көрсеңіздер болады.